Бүгін сіздермен оригинал дапанжидің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бір бүтін тауықты бөліктерге бөліп шығамыз. 2 ас қасық картоп крахмалына 4 қасық соя соусын құйып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араласқан соусты туралған тауық етіне қосамыз. Тұз салып, жақсылап араластырамыз. Бетін жауып, мұздатқышқа 1 сағат қойыңыз. Осы уақытта керекті заттарды дайындап аламыз. Паприка, домалақ бұрыш, кориандр және қара бұрыш. Пияз, сарымсақ, сельдерей, болгар бұрышының 3 түрі, имбир және сәбіз, картошка. Қызып тұрған қазанға 1 кесе май құямыз. Үстіне 1 ас қасық толық қант салып қуырамыз. Қанттың түсі міндетті түрде осылай қоңыр сары түске боялу керек. Қызып тұрған майға маринадталған тауығымызды саламыз. Асты жабыспас үшін бауырсақ сияқты ары-бері қуыру керек. Астын күйдірмей, тұз салып, жақсылап араластырыңыз. 2 ас қасық ашты, аджика және пиязды салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Бетін жауып 5-10 минутқа бұқтырыңыз. Сәбізді салып, тағы да 4-5 минут қуырыңыз. Сосын картопымызды салып, тағы да 4-5 минут қуырып, бетін жауып, біраз уақыт бұқтырамыз. Бөлек қазанға кесегін бөліп аламыз. Қазанның түбіне біраз майын қалдырамыз. Тұзын көріп, су құйып, ақырын отта қайнатамыз. Картоп пісейін дегенде дәмдендіргіштерімізді саламыз. Сарымсақты салып, жақсылап араластырып, картоп піскенше бетін жауып қоямыз. Бағанағы қазандағы қалған майдың түбіне болгар бұрышы және имбирді 2-3 минут қуырамыз. Егер ашты қаласаңыз, чили салуыңызға болады. Оның үстіне сельдерейді салып, тағы да 1-2 минут қуырамыз. Болгар бұрышын көп қуырмаңыз, себебі еріп кетеді. Қуырылған болгар бұрышының үстіне бағанағы тамағымызды саламыз. Жақсылап араластырып, 1-2 минут бұқтырамыз. Осымен дапанжимыз дайын. Салмасына дайын қолдан кесілген үйдің кеспесін салдым. Рецептісін каналымнан тауып аласыздар. Дапанжиге дәмдендіргіш таңдағанда міндетті түрде базарда грамдап сатылатын дәмдендіргіштен алыңыз. Себебі қағаздағы дәмдендіргіште аса қатты иіс болмайды және олар табиғи емес. Мына дәмдендіргіштерде кәдімгі бұрқыраған өзіне тән иістері болады. Мысалы, кориандр, мына паприканың иісі қағаздағы әдеттегі дәмдендіргіштерге мүлдем ұқсамайды. Табиғи дәмдендіргіштердің хош иісі ол қанша жыл тұрса да жоғалмайды. Сонымен қатар дапанжиге бадьян деген арнайы дәмдендіргішті де қосады. Сіздермен болған Марияш, ұнаса каналға жазылып, міндетті түрде лайк, комментарий қалдырыңыздар.